Баршаңызға сәлем қыздар. Енді біз решеткалар тазалайтын боламыз. Газдың решеткаларын мінекей осылай су құйып қоямыз. Решеткаларды ішіне осылай 2 минуттай салып аламыз. Осы салып алған соң енді судан алып, мінекей су барлық жеріне тиді. Енді бізге осындай сияющий казан деген осындай именно осы көк түрі, осыны алып аламыз. Сосын щеткаменен осылай үстіне жапып шығатын боламыз. Барлық жеріне кәдімгі тигізіп тұрып жағуымыз қажет. Еш жері қалмауы қажет. Барлық жерін жақсылап тұрып жапып шығатын боламыз. Бұл сверкающий казан деген бұл нені сіздер кез келген магазиннен ала аласыздар. Және қолдарыңызға негізінде қолғап киіп алыңыздар. Мен просто асығыс жасағаннан кейін тез осылай жасай салдым. Міндетті түрде осындай щетканы алып жапып шығасыздар барлық жеріне тигізіп. Негізінде қолғап киіп барып жасағандарыңыз дұрыс болады. Және де бағасы бұның 400-500 теңгенің арасы. Барлық кез келген дүкендерде тұрады, бірақ именно осы көк түрін сияющий казан деген сияқты осы түрлерін алыңыздар, басқасын алмаңыздар. Тек осыменен ғана бізде жақсы шығады, сосын кейін осыны пайдаланамыз біз. Именно осы решеткаларды тазалаған кезде. Енді осы барлық жерін жағып болдық. Енді осындай үлкен пакетке екеуінде бір-біріне қосып, решеткамызды осындай дәу пакетке орап қоямыз. Ешқандай ашық жері қалмауы қажет. Ауа өтпейтіндей етіп осындай дәу пакетке салып орап тастаңыздар. Егер де бұндай дәу пакеттеріңіз болмаса, кәдімгі біз пищевой пленка бар ғой, пищевой пленканы орауға да болады. Барлық жауып, барлық жерін сонымен орап тастауға да болады. Осылай бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағат кемде-кем қойып қоямыз, өзі жұмыс жасай береді. Мінекей 2 сағат өтті. Енді решеткаларды осылай аламыз, дағыны тағы да суға саламыз. Мінекей қыздар. Қараңыздаршы, міне қолғап киіп алдым. Міне судың түрі бірден өзгеріп кетті бізде. Өзінен өзі уже аға бастайды кірлері. Осылай қырғышпенен қырып аласыздар. Осы қырып болғаннан кейін де осы судың ішіне қойып қойыңыздар. Өзі барлық кірі сылынып түсіп қалатын болды. Егер асығыс болсаңыздар, осы қырғышпен әрине қырып алуға да болады. Но бірақ егер асығыс емес болсаңыздар, міндетті түрде бір түнге қойсаңыздар да болады. Мен бір түнге қойып қоя саламын, алмай. Бір түннен кейін кәдімгідей барлық майы түсіп қалады. Қырғышпен осылай жай қырғанның өзінде уже кетіп қалады барлық жеріндегі майлары. Сондықтан осылай тап-таза болып шығатын болады решеткаларымыз. Мінекей мен сіздерге көрсету үшін барынша қазір решеткалардың барлық жерін ысқылап шығып жатырмын. Негізінде осы судың ішіне қойып қойсаңыздар болады өте ұзақ уақытқа. Содан кейін бар тағы да бір тазалап жүрсеңіздер тап-таза болып шығады. Мінекей бізде дайын болды, тап-таза болды, барлық майы кетті. Оп-оңай осылай жасай аласыздар.